Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге осындай өте жұп-жұмсақ болып шығатын қамырдың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ол барлық бөлкелерді де пісіре беруге болады осы қамырменен. Ең алдымен біз ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Міндетті түрде жылы болу керек. Одан кейін оның үстіне аштығымызды саламыз. Біздің қантымызды саламыз. Қантымыздың барлығын салмаңыздар. Бір ас қасығын салыңыздар. Бұл бізге керек болады. Одан кейін жылы жерге 15 минутқа қойып қоямыз. Бетін жаппаймыз. Осындай біздің аштығымыз көпіруі керек. Оның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Одан кейін осының үстіне алып қалған қантымызды салып, барлығын жақсылап венчикпенен араластырамыз. Ұнымыздың жартысын саламыз. Араластырып болғаннан кейін 2 жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін қалған ұнымызды салып, осындай қолға жабысатындай қамырды илейтін боламыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, 2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ол өзі көтеріледі. Осындай қамырлардан өте жұмсақ болып шығатын синнабоны, тағы да басқа бөлкелер дайындауға болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен жайына менің YouTube каналыма және де Instagram парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.